Ассалаумағалейкум достар, кәсіпкердің 21 әдеті 13-ші күн және де 10-ші күннің тақырыбы шығармашылық. Шығармашылыққа не үшін біз көңіл бөлу керекпіз достар, қалай ойлайсыздар? Шығармашылық арқылы жалпы баршаларымыз жаңа бір идеяларды қалыптастырамыз. Шығармашылық арқылы сіздердің саналарыңызға, ойларыңызға неше түрлі бір жақсы бір идеялар келетін болады. Сіздер бір кейбір кездерде болады ғой, қандай кәсіпкерлік бір істі істесем болады деген сияқты ойға ештеңке келмей қояды да, сол кезде сіз мына шығармашылығыңызды, ойыңызды, былайша айтқанда фантазияңызды дамытатын болсаңыз, осы дүние арқылы сізге неше түрлі бір жаңа идеяларды қалыптастыруға керек болады. Және де шығармашылық деген бір кейбір кездерде бір стресстардан бір шығып кету, бір қысымнан арылып кету деген нәрселерге өте жақсы бір көмектеседі екен. Шығармашылық деген сіздерді бір мына іштегі ойларыңыздан бір былайша айтқанда перезагрузка, бір жаңаруына мүмкіншілік береді. Және де мен өз-өзімді қалай жаңартамын? Кейбір кездерде болады, мен бір ән айтқым келіп кетеді. Ән айтқым келген кезде, мысалы, егер де бір тыңдайтын көрерменім болмаса, жалпы кейбір кездерде болады, мен Арбатқа барам, Арбатқа барған кезде ән айтып тұрған гитарамен адамдар бар ғой. Содан гитарасын сұрап алып, немесе сол адамға төлеп, өзімнің бір ән немесе екі әнімді шығарамда, сол кезде сіздің мына жиналып тұрған бір болады ғой, бір стресстеріңізді бір шыққанын көрсеңіздер, адамдардың сізге бір разы болғанын, қуанғанын, рахмет ағатай деп мысалы айтқан кезде сіздің жігеріңіз деп оянасыздар. Сол сияқты өздеріңізді бір дамытатын, бір жаңартатын, бір былайша айтқанда миларыңызды бір разгружать ететін бір дүниелеріңіз болу керек. Өз-өздеріңізді дамытуға да көмектеседі. Хоббиларыңыз арқылы өз-өздеріңіздің қасиеттеріңізді дамытасыздар. Бұл өз кезегінде кәсіби өмірге де ықпалын етеді. Мен жалпы өзімнің бір 3 хоббиім болған бала күнімнен келе жатқан. Ол мен бала күнімнен, сіздер білесіздер, 5 жасымнан бастап мен электрониканы жақсы көрдім. Осы хоббиімді байқап қойған әкем, маған мынандай паяльник бар ғой, паяльник алып берген болатын. Сол арқылы мен дэнди жасап, магнитофон жасап, қаншама теледидарларды өртеп жүріп, кейіннен иншалла бұл дүние менің хоббиім айланған соншалықты электроникалық дүкендер аша бастадым. Аягөзде, Нұржардан, Семейден, осы Алматы қаласынан және 4 дүкен аштым. Осы электроника дүкендердің ашылуының себепшісі болған, ол менің бала күнімдегі хоббиім. Ол менің жәнеге осы шығармашылыққа деген, осы бір дүниеге деген жақсы көруім деген сияқты. Және де менің әкемнің бөлмесінде залда үлкен мынандай библиотека болатын. Сол библиотеканы қарап жүретін болсаңыз, неше түрлі бір қызықты бір дүниелерді оқитынбыз. Есімде қазақ әдебиеті сабағы, жәнеге ұстазымыз жақсы бір шығарма жазып алып келдір деген. Сол кезде кітаптың бетіне қарасам, бір әдемі бір сөз бар екенде. Сол бір өзімнің шығармашылығымды сол әдемі бір сөз арқылы бір керемет бір тақырып қып жаздым да. Бірақ енді білмеймін, бір нәрселер жазып шықтым, бірақ мен есімде сол қазақ әдебиеттегі ұстазым маған керемет тақырып жазғаным үшін, сол тақырыбым үшін ғана 5 қойып берген болатын. Сол сияқты содан бері мен әкемнің осы библиотекасын көре жүріп, мен кітапқа деген, білімге деген бір махаббатым ашылды. Сол арқылы мен былайша айтқанда кейбір кездерде кәсібіме қарағанда осы сіздерге білімді беруді қатты жақсы көрдім. Мен жүректеріммен осы білімді бөлісуге, бауырларыма қарай айтуға, қоғамыма көмектесуге, немесе бір кітап жазуға деген махаббатым ашылды. Сіздерде осылай өз-өздеріңізді іштей зерттейтін болсаңыздар, осындай бір өздеріңіздің іштеріңізде бір қабілеттеріңіз ашылады. Сол арқылы менің өміріме былайша айтқанда бір мән келді десем де болады. Өйткені материалдық дүние деген, әрине жеткенше ол. Жетесіз, қолыңызға ұстап көргенше. Мысалы, ең алғашында бір көлікті аласыз ғой. Есіңізде ме? Сол көлікті алған кезде сіз той жасаған болатынсыз. Адамдарды жинап тұрып, ойбай, керемет, Мұрат көлік алыпты деген сияқты. Одан кейінгі есіңізге түсіріп көріңіз, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші көліктеріңіз не болды? Ол көліктеріңіз бәлкім аналардан қарағанда қымбат шығар, бірақ ол кезде уже мынандай дүниелер жоқ та. Ол сізді былайша айтқанда шабыттандырмайды.
бір дүкеннен бір нан алған сияқты, ол же элементарный қарапайым дүние болып қалады. Сол сияқты да достар, қолдарыңызға ақша түскен кезде басында ғана ол сіздерді шабыттандыратын болады. Кейіннен ол сізде бар, бірақ ол сізді шабыттандырмайды. Не шабыттандырады? Осы сіздердің хоббиларыңыз, адамдарға пайдалы болуға тырысқан дүниелеріңіз, ол ешқашанда сіздердің жүректеріңізден кетпейді. Біз өткен сабақта өз-өзіңізді тану деген бір сабақтарды өттік қой. Сол сияқты сол жерде шынайы түрде жауап берген болсаңыздар, сіздер уже өз-өздеріңізді танып қою керек боласыздар. Және де менің бір үшінші хоббиім ол гитарамен ән айту. Шығармашылық қабілетті осы бір гитарамен ән айту деген дүние қатты шабыттандыратын. Студент кезімде есімде, студент балаларды жинап алып, бір дастарханның басында ән айтушы едім. Осы ән айтудан жарысатынбыз біз. Сол кезде ой мәке десе, одан сай кешке отырып таңға дейін ән айтқан кездерім бар. Одан әскерге барып ән айттым. Әскерден кейін кәсіпкер болдым да, ән айтуым шынымды айтсам біраз шет жақта қалып қойды. Кейбір кездерде жүрегіммен қатты сағынған кезде гитарам, ямахам, домбырам әлі күнге дейін бар. Осы үш инструментті ойнаймын мен өзім. Сол үш инструментте жаңағы кезек-кезек домбырадағы күйлерімді, ямахада жай аккордтармен және де гитарамен әндер айтамын. Осы нәрсені еске салып, итіп айландырып отырамын. Сіздерде осы шығармашылықтарыңызды еске алып, осы хоббиларыңызды үнемі өздеріңізбен бірге ұстап жүретін болсаңыздар, онда өздеріңіздің сезімдеріңізбен басқа біреуге дәм етпей, басқа біреуге дәлелдемей, басқа біреу үшін өмір сүріп кетеміз ғой кейбіреуіміз. Жоқ, өзіміз үшін өмір сүретін боламыз. Өзіміз үшін өмір сүрген кезде, өз-өзіңізді сыйлаған кезде ғана сіз жетістікке жетесіз. Жалпы шығармашылықты дамыту үшін біз не істеуіміз керек, біз қалай ойлайсыздар достар? Жалпы өзіміздің жаңа қызығушылықтарымызды қарауымыз керекпіз. Сезімдерімізді, әртүрлі хоббиларымызды сынап көру керекпіз. Бала кішкентай болған кезде, баланы әртүрлі кружоктарға беріп көру керек. Сурет салуға, ән айтуға, допқа, анаған, бір кішкентай, бір деп. Бала бір күн айтады, әке, мына ойнамайды, мына жерде құлап қалдым, аяғымды ауыртып алдым, бірақ мына нәрсе, мына сурет салу, или мына сызу бір нәрсе деген сияқты, мына дүниелер маған ұнады деп айтады да, бала. Сіз қарап тұрасыздар, мыналарды ақырын алып тастайсыз да, баланың қызығушылығын ашқан, баланың бір интересін ашқан бір дүние болады ғой. Сол дүниені күшейтуге тырысуыңыз керексіз. Біз әдетте не істейміз? Балаларымызды, мысалы бір орыс тілі мұғалімі келеді, сізге айтады, балаңыз орыс тілінен үш алып жүр десе, біз аламызда қосымшаға беріп қоямыз да баламызды. Сөйтіп, баламыздың бір ұнамайтын дүниесін дамып кетеміз. Жоқ, олай емес. Достар, негізгі баланың ұнайтын дүниесін тауып алып, соны дамытуға тырысатын болсаңыздар, сол кезде балаңыз шығармашылық дүниеде дамып шыға келеді. Өзінің ұнамайтын нәрсесін дамытып жүрген кезде бүйтіп, мына ұнайтын нәрсесі мүлдем өшіп қалады да. Енді ұнайтын нәрсесін сіз одан сайын дамытқан болсаңыз, мына ұнамайтын нәрсесі кішкентай, ол өзінен өзі тартылып өседі. Сонда балаңыз толық адам, өзін өзі таныған, ақыл, қайрат, жүрегін бірдей ұстап жүретін, өз-өзін таныған бір толық адам, немесе толық тұлға болып өседі балаңыз. Сол сияқты өз-өздеріңіздің қызығушылықтарыңызды қараңыздар. Допқа барыңыз, физкультураға барыңыз, сурет салыңыз, анаған барыңыз, мынаған барыңыз, достарыңыздың бір хоббилары бар ғой, әртүрлі, немесе өзіңіздің ортаңыздың бір хоббиларыңыз бар. Соны бәрін бүйтіп, әрқайсысын өз бойыңызға сынап көріңіз. Сурет салып көріңіз, ән айтып көріңіз деген сияқты кәсіпкерлікті көріңіз. Бәлкім сізге ұстаздық керек шығар, бәлкім тағда бір диханшылық керек шығар, немесе бәлкім сізге бір баптап, жылқыны өсірген ұнайтын шығар деген сияқты өзіңізді бір бәлкім көлік жөндеу ұнайды, бәлкім көлікті бояу ұнайды, бәлкім қыздардың шаштарын, тырнағын басқа бір саласы ұнауы мүмкін. Сөйтіп өз-өзіңізді зерттеп, өз-өзіңізді тапқан дүниеңізді сіз айтыңыз. Мен өз-өзімді таптым. Менің хоббиім мынандай екен. Сол хоббиіңізді аласыз да, соны дамытуға тырысасыз.
сол іс әрекеттеріңізді дамытқан кезде бәлкім осы бір өзіңізге бір ұнайтын дүние келешекте өзіңіздің бір кәсібіңізге айланып кетеді. Қазіргі мысал үшін жастардың бір мобилография дейді ғой, телефонға түсіру әдеті бар, сол арқылы SMM деген нәрсе бар, жеке брендті дамыту деген нәрсе бар современный тілде. Қазір одан ары қарай кетіп бара жатқан нәрсе GPT чат, искусственный интеллект. Осындай современный дүниелерді меңгеріп көріңіз, бәлкім ол да сізге ұнап қалар. Осыны ұнап қалатын болса, ертең оны кәсібіңізге де айландырып жіберуіңіз мүмкін. Және де осыны тәжірибе ретінде пайдаланып көрсеңіз, осыны және де осы дүниелер сіздің шабыт көздеріңізді ашатын болса, онда иншалла осы бір идеяны аласыз, бәлкім осыны бір кәсіп түріне айландырасыз. Менің сіздерге беретін үй тапсырмасы өздеріңізді бір шабыттандыратын өздеріңіздің бір шығармашылықтарыңызды табыңыздар. Және де егер ән айтатын болсаңыздар, және де басқа бір шығармашылықтарыңыз болатын болса, сіздерге үй тапсырма, ән айтқан адамдарыңыз осы астына ән айтқандарыңызды салыңыздар, сурет салатын адамдарыңыз суреттен салыңыздар, және де қандай бір шығармашылық түрлеріңіз бар сіздерге, сол шығармашылық түрлеріңізді жасап, суретке салып, үй тапсырмасын салатын болыңыздар. Алла тағала баршамызға берекетін берсін.